Поэзия қағанаты бағдарламасының кезекті санын түсіруге біз ақын Алмас Темірбайды іздеп Бурабайға келіп қалдық. Қош келдіңіздер. Жердің жанаты атанған Қазақстанның інжу маржаны іспеттес мынау Көкшетаудың Бурабайы. Бұл жерлерде өздеріңіз жақсы білетін хан Абылай 48 жыл хандық құрған Кенесары бабамызды, оны да білесіздер. Ақан, Біржан, Үкілі Бұрай, Балуан Шолақтар әнге жырға қосқан жер. Менің туған жерім. Енді 2-3 күн осы жақта жол сапарда боласыздар. Бұйыртса сол кезде осы өлкенің тарихымен таныстырамын, қызықты жерлерін аралатамын. Ал Танагөз, біздің елге қош келдіңіздер. Енді мен өзім осы жерлерге келіп, қолым боста демалам. Өзіме ұнайтын жерлер Бурабайдың бауырайы, Қымызынай ауылының жанындағы киіз үйлер. Енді Көкшенің жеріне келіп, қасиеттігіміздан қалай ауыз тимейміз. Ал сапырып сарығымыздан құйыңдар, қыздар. Енді Алмастың өзінің барлық өлеңдері ұлттық бояуға қанық. Алмасты қазақтың тұтас фольклорын елестету мүмкін емес. Алмастың қай өлеңі де жарыққа шыққан кезде міндетті түрде бір фурор тудырады. Өзінің сондай қасиеті бар. Қымызды сен өлеңге көп қостың, мен сенің оқыған поэзияңнан. Ботай жылқылары деген поэма жазғам. Сонда айтылады қымыз туралы. Енді қазақтың қасиетті сусыны ғой енді. Оқып берейік. Ол поэма болғасын жатқа білмейміз. Киевтің князьдарын шақырғанда, шалжығар қымыз құйған Батуханда, құйыпты Құбылай хан қонағына, масайтқан қымыз Марко Полоны да, теңіздей терең ойлы тек Торсқой, емделген қымыз ішіп Лев Толстой, қан құсып 10 жасынан ауырыпты, Чеховта қымыз ішіп сауығыпты, жұқтырған құрт ауруын басқұлттарда, барыпты қымыз сұрап башқұрттарға, Кавказда дәмін татып кешке жақын, жыр жазған қымыз жайлы Пушкин ақын. Еу қымыз ең пайдалы энергетик, жіберер дертің демдеп жеделдетіп. Үзінді, енді бұл біздің жақта мінекейіңіз дейді. Сосын құйған адам бұйырсын дейді. Мінекейіңіз. Бұйырсын. Балдай қымыз. Бапталған әбден көрініп тұр. Көкшетау еліне, Бурабай жеріне қош келіп отырсыздар. Сіздер енді қымыздан ауыз тиіп отырыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге атамыз Төлеген Қажыбаевтың сөзіне жазылған Әгугай домбыра әнін ұсынайық, сіздерге қабыл алыңыздар. Әсем әуен дала кезіп барады, әгугай, 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 сұлу бейнең көл жағалай барады, әгугай, әгугай, әгугай. Алмас, Бурабайдың ең бір ғажап жеріне шақырып отырсың, туған жеріне. Жалпы біз бала Алмастың қандай болғанын білгіміз келеді. Ата-әжем бауырында өстім. Бала күнінде 13 жасыма дейін мертіге бердім. Аяғыңда ат басып кетеді. Балаларға ілескің келеді. Ілесе алмайсың, сосын не істейсің? Үйге келесің де газет оқисың, кітап оқисың. Сол көп кітап оқыдым. Сол мен әдебиетке әкелген сол балалық шағым ба деп ойлаймын. Атыңды неге Алмас қойған?
маған дейін Гүлзия деген әпкем болған, енді әке-шешем тұңғышы. Сол 1-2 айлығында шетінеп кеткен. Содан екінші баланы енді әкем мені алмас деп қойған себеп, ажал алмас, Құдай алмас деген мағынада қойған. Алғашқы өлең есінде қалды ма? Сосын алғашқы поэзиядағы жеңістерім, мүшайралардан осыған не берді? Қандай көңіл-күй сыйлады? Алғашқы өлеңім көктем туралы болатын, газетке жарияланған. Казгуде оқып жүрген кезде нашар болды. Қатарластарыма қарағанда енді қазір қарасам. Содан кейін намыстанып, елге келгеннен кейін айттым. Мен мықты өлең жазбайынша Алматыға бармаймын деп. Сөйтіп, жаңа халықаралық шабыт фестиваліне дейін келдік қой енді. Өмірімде бір 30 шақты мүшайрадан жүлдегер жеңімпаз болдым ғой енді. Біз білетін, айналаң білетін Алмас бөлек болуы мүмкін, Алмастың өзі білетін Алмас бөлек болуы мүмкін. Өзің білетін Алмас қандай Алмас? Жайшылықта енді. Көп сөйлемеймін, тыныш адам, тыныштықты жақсы көремін. Далада жүргенде, жеке жүргенде ұнатам. Жалпы жүйрік атта, саяқ жусағанда жүргенде жақтырады ғой. Сол сияқты ешкім тобында жоқпын, ешкім ағымда жоқпын, ешкім партиясында жоқпын. Ең бастысы тәуелсіз болуға тырысам. Жалпы ғашық болу не береді ақынға? Неге ақындар көп ғашық болады? Ол тұрақсыздықтың белгісі ме? Бәрі де ғашық болады. Ақындардың енді бір бейшаралығы, ғашық болса айтады, жазады. Күнде ғашық болған сияқты болып сезіледі. Әр адам ғашық болады, ойлайды, сағынады, күтеді, іздейді. Бірақ ол сол сәтте ұмытылады ғой. Ақындардікі қағазға түседі. Поэзияда өтірік айтпаймын дедің. Махаббат лирикасындағы ең бір кеудеңде жарық сәуле қалдырған поэтикалық тұлға, муза дейміз ғой. Болды ма сондай? Көп адамға жазылады, оның ақын ретінде мен өзім де білемін. Бірақ ішінде, соның ішінде бір жарық, кәдімгі есіңе түскен сайын, өлең оқыған сайын кеудеңді сәулелендіріп тұратын. Енді оқыған адамдар білет, аттарын атап түстеп жаздым бәрінің. Лыға, қыға деп емес, толық атап жаздым ғой енді. Аты жөнін толық атап жаздым. Толық атап жаздым, неше қыз болып бәрін атап жаздым. Қаншалықты ғашық болғанымды енді оқыған адам түсінеді. Енді қазір аттарын айтуда ыңғайсыздау ғой, енді ол тұрмыста деген сияқты мысалы. Оның өз өмірі бар, мен өз өмірім бар. Бірақ ондай тұлғалар бар. Я, адамдар бар, тұлғалар бар. Өміріңді өзгерткен оқиғалар болды ма? Күрделі бетбұрыстар жасаған, күрделі ішкі әлемін өзгерткен. Мен мектеп бітіріп атқан күні 25 мамырда мен атам қайтыс болды. Сол соңғы қоңырауға барып жатқан кезде мен зират басында жүрдім, атамды жерлеп. Енді 16 жасқа жеткізіп кетті ғой. Сол әсер етті. Сәтсіз некем өзгерткен шығар. Мүмкін ақын қылған шығар, мүмкін мен ойландырған шығар. Түзу жолға түсірген шығар, енді оның бәрібір Құдайға аян. Кеше қаңтар оқиғасы да өзгертті-ау деп ойлаймын енді. Жалғыздық сенің миыңда қандай ұғым? Қорқыныштығым ба, жоқ? Ақынға дос, өзге әлем ба? Бір ай ешкіммен сөйлеспей жүре бере аламын мысалы. Ешкімді іздемеуім де мүмкін енді көбіне. Өз әлеміңмен, өз ойыңмен жүресің ғой. Өйткені енді тәуелділік жоқ шығар. Саған лирикалық көңіл күйді қандай сәттер сыйлауы мүмкін? Көбіне түнде жазам, жеке, жалғыз, тыныш жерде жазам. Жазу үшін шабыт керек деп ойлайсың ба, жоқ әлде саған талғамайсың ба? Шабыт керек қой, сол шабыт деген былай түсінемін да өзім мысалы. Мидың өте жылдам жұмыс істеуі ғой. Шабыттанып отырған кезде бір 0,01 секундтың ішінде бәлен ой келеді, бір сөздің бәлен синонимі келеді, антонимі келеді,
миың керемет, жаңағы компьютердің процессорындай жылдам жұмыс істейді. Сол кезде жазып қалу керек қой. Сен кешіре алмайтын адамдар бар ма өмірде? Адам кешіреді ғой бәрін. Адам өзің ғана кешіре алмайтын шығар. Қателіктер үшін. Мысалы, бұрынғы әйелім енді кезінде ажырастық, бірақ қарым-қатынасымыз жалпы адам ретінде дұрыс. Сәлеміміз. Бірақ енді баяғы сезім жоқ, баяғы жастық жоқ қой. Ол да кешірген шығар, мен де кешіргем оны. Бірақ бір кездері ойлағам, мен кешіре алмаймын деп. Кешіреді ғой адам. Ой, мінез деген өзгере береді ғой. Өзгермейтін адам жоқ. Алмас, біз ерекше жерге алып келем дедің, қайда алып келдің? Бұл енді паралет деп аталады, орысша. Шығармашылық адамдарында адреналинге деген құштарлық болады ғой. Қыран құстай қалықтағанға, көк аспанда шарықтағанға не жетсін. Өзім енді сирек болса да осындай хоббиге енді әуеспін. Атпен шапқанын айт, ұшқанын айт маған. Енді біздің өзім елімнің жері ғой. Сол құстың биігінен бір көрейік. Сәттілік. Қыран құстың не сезінетінін өзің басына көріп келесің ғой қазір енді бұйырса. Иә. Алмас Темірбай қазір паралетпен келіп қонады. Қыранның қанатының биіктігін сезінді. Ұшуының қандай болады? Не сезінеді? Керемет сезім. Рахмет сізге, Александр Петрович. Осылай жиі ұшып тұрған керемет қой. Самолеттан да не жеңіл, қорықпайсың. Бірақ бәрі көрінеді ғой, маңайдың бәрі. Ғажап. Енді Алмас, сен керемет мақтап жатсың. Осы жаққа сонша жерден келіп тұрып ұшпай кетіп, енді күнә ғой, мен де ұшып көрейін. Айтайық, мына кісіге қазір. Желсіз тымық ашық күнде бола бермейді. Кеше түсеміз бе дейік, оған жел көтеріліп кетті. Кеше вертолетпен ұшам ба деймін. Онда болмай қалды. Жел болды. Бүгін енді сәті түсті. Ұшуға байланысты. Көреміз. Мына паралеттан бастайық. Екі жіппен басқарылады ғой міне. Анау. Екі қанатын былай түзеп отырады шетін. Жіптер. Дым уайымдама. Бізді уайымдамадым. Жердің бетіндеміз ғой. Кез келген адам ұшқысы келеді. Әсіресе ақындар құстардың қанатына қызығумен өтеді. Қазір мен сол биіктікті сезінгім келіп тұр. Құстардың не сезінетінін өз басымнан кешіргім келіп тұр. Бізге сәттілік тілеп қойыңыздар. Ал Алмас Темірбай түскен поэзия қағанаты бағдарламасын Абай ТВ YouTube каналынан, Абай ТВ KZ сайтынан және Абай ТВ-ның Facebook, Instagram парақшаларынан тамашалай аласыздар. Ал, сәттілік Танагөз. Дым уайымдама, қорықпа. Ал, Танагөз, қалай екен? Күшті керемет. Қош келдің. Керемет Әсер аға. Қалайсың? Жақсы. Енді Әсер алған әсерім сөзбен жеткізе алмаймын. Ең бірінші жаңағы биіктікке ұшасың ғой. Төменге қараған кезде құстар сенен төмен жақта ұшып жүреді. Екінші басыма келген ой. Бала кезде оқыдық қой шығарма. Шатырда тұратын Балақай мен Карлсон деген. Сол әсер келеді екен. Карлсон ұшқанда осындай болады шығар деген. Енді адам өмір сүріп, бүкіл ғұмырында бір рет ашық аспанға шығып, бетін жел қарпып, мынандай ұшудың ләззатын сезіну ерекше болады екен. Менің өмірімдегі ең бір ұмытылмайтын сәт болады деп ойлаймын. Ғажап. Енді эмоция және эмоция. Төменге қарадың, жоғарыға қарадың ба? Қарадым. Көрдің ба?
әдемілігін көрдім. биікке, Көрдім. Төменге де қарап, жоғарыға да қарадым. Ойладым, қорқатын шығар. Мүлде қорқыныш болған жоқ, соған қарағанда ұшқыш болуым керек пе еді. Ал енді Алмас, сенің поэзияңда жылқы тақырыбы өте көп көрініс табады. Өзінде жылқыға өте жақынсың, саятшылық өнеріне. Поэма жаздың жылқы туралы. Соны кеңірек тарқатып айтсақ. Енді жылқы туралы біраз өлеңдерім бар. Былтыр Ботай жылқылары деген тарихи этнографиялық поэма жаздым. 45 беттік. Жылқының дамуын айттым, алғашқы тұқымдарын айттым ол поэмада. Жаңағы осыдан 6000 жыл бұрын, 60 ғасыр бұрын біздің Көкшетаудан 100 шақырым жерде Ботай деген ежелгі адамдар қонысы бар. Сол жерде жылқыны қолға алғаш үйреткен туралы ғалымдар дәлелдеп жатыр. Кембридж, Оксфордтың ғалымдары келіп, құмыран түбіндегі сүттің қымыз екенін дәлелдеп шықты. Ол поэмада енді көп дүние айттым. Тарихқа, этнографияға қатысты қызыққан адам өзі оқып алады ғой деп ойлаймын. Басқа да бір поэмаларым бар, жалпы жылқыны жақсы көрем. Табиғаттың жаман ауа райы жоқ. Шүкірлік қыл, осығанда қайрет. Жақсы күнін, жақсылығын сыйлайтын. Жаратқанның күндері көп, айы көп. Жауам десе, жаусын мейлі қар бүгін. Қазақ елім, ғажап сенің әр күнің. Жақсы көрем туған жердің жаңбырын, жерін, көлін, желін, шөбін, барлығын. Сарыарқаның самалын сүй, желін сүй, сүйе білсең, сыйлайды өмір небір сый. Жаман ауа райы деген болмайды, болады тек кейде жаман көңіл күй. Неткен ғажап, күнде түнде далада, ыстығына, суығына қарама. Тағдырыңды өзгертетін өзіңсің, әр күніңді жақсы көріп бағала. Көктем болып, көкте гүлде гүлзарда, күз секілді күрең өтіп мұңданба. Ауа райы әсер етпес адамға, көңіл күйің керемет боп тұрғанда. Маған мейлі көктем келсін, күз келсін, жердің беті батпақ болсын, мұз болсын. Ертең бәрі өтеді де кетеді, осы күнді сағынарсың, іздерсің. Болар талай борандар мен дауылдар, жауар талай жауындар мен қалың қар. Өмір қиын демейікші, күн жаман, көңіл күйің жақсы болсын, бауырлар. Ал Алмас, шығармашылығында қандай жаңалықтар болып жатыр? Қазір не жазып жатырсың? Кезекті кітабымды баспаға дайындап жатырмын. Жазатын поэмаларым бар. Соның ішінде қазір ізденіп, зерттеп жүрген тақырыбым Мұхтар Әуезовтің Абай жолындағы романындағы бас кейіпкердің бірі Базаралы батыр. Ол туралы архивтің деректерін іздеп Омбыға бармақшымыз. Оның тағдыры күрделі, құпиялы, көп сырлар енді ашылып жатыр. Мысалға, Құнанбайлар ол кісіні Сібірге жер аударады ғой. Сол кезде түрменің айдалып кете барады, қасында жолдастары бар. Сол жақта түрменің бастығына шарт қойып, сенің аюыңмен мен күреске шығам, егер аюды жеңсем, онда мені, Балағаз деген ағамды және қасымдағы 16 жігітті бостандыққа жібересің деп шарт қойып, аюмен алысып, содан бастарына бостандық алып, мерзімнен бұрын
ұсап келеді. Осы Көкшетаудың маңайында да ол кісінің ұрпақтары бар. Тек қана Семейде ғана емес, енді туыстарда бір-бірін жаңа танып жатыр. Енді әрине мен архивтің деректеріне сүйеніп жазам. Үлкен ақсақалдардың әңгімелерін тыңдап, мен ойымша бір керемет поэма шығатын сияқты. Біз бәрімізді табиғат жақсы көреміз ғой. Соның ішінде мен ағаштарды жақсы көрем. Қаланың шетінде өзімнің ұнайтын ағаштарым бар, энергия алатын ағаштарым бар. Тіпті мысалы Астанаға бар жатып та Көкшетаудан жолдан арнайы тоқтап машинамен орман аралап жүретін кездері болады. Енді білетін әулие адамдардың айтуы бойынша әулие адамдардың бойында ақ энергия болады. Жаман ниетті, черный магиямен айналысатын адамдарда қара энергия болады. Ақындарда, өнер адамдарында қызыл энергия болады. Молдаларда, әулие кісілерде көк энергия болады. Енді қызыл энергияны көбейту үшін енді өнер адамдар, ақындар табиғатқа жақын болу керек. Биік қырдың, таудың басына шығып, былай қолыңды созып тұрған өзі, желді сезінудің өзі керемет күш береді. Жалаң аяқ жүргенде өте пайдалы, жердің энергиясын алуға болады. Ағашты құшақтау дейтін, содан қуат алу. Орманға келгеннен кейін ең үлкен жуан бір қарағайды не қайыңды тауып алып құшақтауға болады. Ол үшін аяқ киім шешіп, жерді сезініп, қайыңды не қарағайдың күшін сезініп, 10 минут тұрса жеткілікті. Ағаштың батыс жағынан, енді шығыс батысын айыру үшін енді ағашқа қарап та білуге болады. Енді кей ағаштарда батыс жағынан қына мүктер шығып кетеді, шығыс жағынан көп шыға қоймайды. Орманда адасқан адамдарда сол шығысы қайсысы, батысы қайсысы, оңтүстігі, солтүстігі қайсысы екен. Мысалы тайганың ішінде жүрсеңіз, солай айыруға болады. Енді аяқ киім шешпей қойын, бұлай құшақтап, кішкене сезініп. Ал енді Алмас, 2-3 күн болды, Көкшенің небір әдемі жерлерін түсірдік, Бурабайды түсірдік мысалға. Бүгінен сен туған қалаңа келіп тұрмыз, Көкшетау қаласына. Бұл жаққа да сен сіңіріп атқан еңбегің зор. Көкшетаудың аймағының барлық орысша болып кеткен көше аттарын қазақшаландырумен айналысып жүрсің біраздан бері. Соңғы 4-5 жылда үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Ол тек менің, біздің жігіттердің ғана еңбегі емес. Ол қалалық мәдениет бөлімінің, облыстық ішкі саясат басқармасының да жұмысы. Бұл қаланың көшелерінің 90% қазақшаланды, бір аздаған көше ғана қалды. Көтенің атындағы Ғабдолла Тоқай секілді, Пушкин секілді басқа ұлттардың ақын жазушыларының аттары ғана қалды. Қалғаны түгел қазақша. Енді биылғы жылғы мақсат Зеренді ауданы, Бурабай ауданы, мысалы Целиноград ауданы, сол жақтың ауылдарының атын қазақшалау. Мынау біздің Көкшетаудағы әдебиет және өнер музейі. Поэзия қағанатына сендер келеді деген соң біздің жас ақындар, жазушылар осы жерде күтіп отыр. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Ассалаумағалейкум. Қош келіпсіздер. Қасымге. Көп рахмет. Мынау менің ортам, әдеби ортам. Көкшетаудың жас ақындары, жазушылары. Мерген Тоқсанбай, Серғазы Қайырболды,
Рамазан Бауыржан, Абылайхан Әшімханұлы, Ертай Асылбекұлы, оң жағымда отырған жас ақындар Қуаныш Оспан, Оралбек Нұрыш, Хакім Хасанбай, жас драматург. Танагөз ақын Көкшетау өңіріне, қасиетті Көкшетау жеріне қош келдіңіз. Алмас Темірбай жайлы, Алмас ағамыз жайлы сүріп жатқан бағдарламаңызға сәттілік тілейміз. Бүгін осы жерге өлеңді түсінетін, жырды сүйетін бауырларыңыз жиналып отыр. Жалпы барлық ақын баласы бір ананың деп Алмас ағамыз үшін келіп қалған жайымыз бар. Енді Алмас ағаның өлеңінен бастайық. Көкшетау өте пәк, өте кербез, өте керім, Мекке мен Мәдинадай мекен едің. Кеудемді оқ жетпес қып, тіптік ұстап, басымды жұмбақ тасқып көтеремін. Сүйсініп жақпар-жақпар жартасына, сыйынар Будда келіп әр тасына. Көкшетау, көкпен жердің кереметі, түспеген дүние жүзі картасына. Көрмеген қысы жаза түсің қашып, көркіңе ұрым ынтық, Мысыр ғашық. Жатаған тау болсаң да өр Көкшетау, жатырсың күллі таудың мысын басып. Көзіме Көкшетау боп көрін бақыт, тірімде тілегімді орындатып, мен сенің топырағыңды жер астынан сүйемін, мәңгі өліп жатып. Біздің Алмас ағамыздың Көкшетауды қалай сүйетіні, қалай жақсы көретіні осы өлеңнен ақ белгілі болып тұр. Біз де осы Көкшетау үшін, Көкшетаудың атақ абыройы үшін, беделі үшін жан аямай еңбек етіп. Қош келіпсіз тағы да, орта толсын. Мынау әлемнің өзімен өзіңізде гүлдей болып етеген біздің ақындардың ортасының ұйытқысы болып жүре беріңіз. Алмас, енді Көкшетаудың әдеби ортасымен жақсы танимын. Сенің құрметтейтіні, жақсы көретіні көрініп тұр, бәрі өлеңдерін жатқа оқып жатыр. Біз сенімен жүрген 2 күн түсірілімде Бурабайда болдық, Зерендіде болдық. Барлық жағынан Көкшетаудың халқы, Көкшетаудың азаматтары да сені жақсы құрметтейтінін көріп жатырмыз. Бұл да бір ақынның бақыты шығар. Осылай емен жарқын қарсы алып жатқандарыңызға көп рахмет. Енді Алмас Темірбай өзі бір үлкен мектеп қалыптастырған белді ақындардың біреуі ғой. Артыңнан ерген ақын інілеріңе мен табыс тілеймін. Көкшетаудың әдеби ортасы кемелдене берсін, гүлдене берсін. Тілектеспін сендерге. Рахмет. Рахмет. Жердегі менің жұмағым, жылқысыз қазақ жарлы екен, Құдайдан келер сұрағым, жұмақта жылқы бар мекен? Жылқыны неге сағынам, білсең айт досым себебін, иіскеп жібек жалынан көзіне қарай беремін. Мөлдіріп тұрар дүние, жылқының айна көзінде әндетіп қайтам үйіме, бөленіп ғажап сезімге. Балалық шағай оралмас, ойласам қазір күлкілі, болғанмын ғашық ең алғаш, қызық емес сұлу жылқыға. Қайшылап қамыс құлағын, көргенде мені кісінер, жердегі менің жұмағым, ат мінген адам түсінер. Есіңнен кетпес ғұмыры, жарыса шапса жүйрігі, арғымақ аттар дүбірі, алғашқы қазақ гимні. Аңсаймын сені әрдайым, жердегі менің жұмағым, періште сүйген маңдайын, пайғамбар мінген пырағым. Құдайдан жылқы сұрап ем, я шүкір Алла бергенге, құрайтын шығар бұл әлем, ең соңғы жылқы өлгенде. Жауабын таппай сұрақтың, ой кешем дүмше молдаша, керегі бар ма жұмақтың, жұмақта жылқы болмаса.